қарызға кіріп кеткен адам, басында мұқтаждығы бар адам. Көп адамның сұрайтын нәрсесі бар, ол қарыздан қалай құтыламыз, қарызға батып кеттім, не істейміз? Оның жауабын дінде не айтады? Дінде, шариғатымызда негізінде бір ғалымдар айтқан сөзі бар. Ғалымдарымыз Құраннан келген, хадисте келген дүниелерден бізге қажетті болған дүниелердің бәрін ашып айтып түсіндіріп кетті дейді. Соның ішінде қарызға батқан кезінде ол қарыздан құтылудың да хадисте жолы бар екен, оны да бізге жеткізіп кеткен екен. Біріншісін бір дұғамен бастайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, бір сахаба келеді, я Алланың елшісі, мен қарызға батып кеттім деп, маған сол қарыздан құтылатын бір жолды үйретіңіз деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, мен саған бір дұғаны үйретемін деді, сен дұғаны айтып жүрген деді. Дұғада Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, Аллахумма акфини би халалика ан харамик, Аллахумма агнини би фадлика амман сивак деген дұғаны үйретеді. Сахаба айтады, мен осы дұғаны әрдайым айтып жүргенімнен дейді, қарызымнан құтылдым, әрі менің рызық несібем артты дейді. Тағы басқа бір риуаятта келтіреді, қарызға кіріп кеткен адам, басында мұқтаждығы бар адам, сондай қарыздан да басқа сондай бір жағдайлар болып жатса басында, онда ол адам мына бір дұғаны, зікірді күніге таң намазын оқып болғаннан кейін, парызын оқи салып, екі жаққа сәлем беріп болғаннан кейін дұға жасамай тұрып, мына бір зікірді айтсын дейді. Яғни ла илаха иллаллаху маликул хаққул мубин деген зікірді 10 рет айтсын. Яғни қалай? Ла илаха иллаллаху маликул хаққул мубин деген зікірді 10 рет айтады. Сосын барып Раббысына қол жайып дұғасын жасап өзінің мұқтажын сұрайды екен, болды дейді. Алла Тағала оның қарызынан құтылдырады, рызық несібесін арттырады. Басқа да мұң мұқтаждықтарын Алла Тағала жеңіл жолмен шешіп нәсіп етеді деді. Үшінші бір қағида, күн батқан кезінен күн шыққанға дейінгі аралықтағы мәселеде, яғни таң намаздан кейін күн шыққанға дейін, ауыз ашқаннан кейінгі уақыт деп келеді, яғни күн батқаннан кейінгі уақытта мына бір зікірді айтады. Аллахумма инна наузу бика мин хаммика, Аллахумма инна наузу бика мин аджзи вал касал, ва наузу бика мин жубни вал бухл, ва наузу бика мин галабати дайни ва қахр риджал деген зікірді айтатын болса, Алла Тағала оған сауаптарын арттырады, оның мұң мұқтаждықтарын кешіреді, шешілу жолын не істеп қояды, жеңілдетіп қояды. Және басында қарызы болса, оның бәрін кешіреді деді. Тіпті оның басында қарыздары аспан мен жерді қаптаса да деді, Алла Тағала оның күнәларын десе, қарыздарын бәрін кешіріп жібереді деді. Кейінгісінде мына нәрсені айтады. Омар радиаллаху жеткен әсірді Омардан сұрайды, ей Омар, сен үйіңе не қалдырдың деген кезінде, Омар деді, үйіме Уақиға сүресін қалдырдым деді. Ол деген сөз қалай? Үйіне Уақиға сүресін жаттату, ол адамның қарыздарынан құтылуына, рызық несібесінің артуына себеп болатын амалдардан екен. Барлығымызға қолдану керек болған дүние. Қазіргі таңда қарызы көп болған, яғни басым көпшілік адамда, яғни немесе 80%, 90% адамда қарыз бар. Бірін-бірінен қарызы бар, банк алдындағы қарызы тағы бар да. Осылардың шешілу жолын қалаған адам айтылған аят, хадистерге, риуаяттарға амал ету керек. Ол қайтадан айтамыз. Біріншісі Аллахумма акфини би халалика ан харамик, Аллахумма агнини би фадлика амман сивак. Екіншісі ла илаха иллаллаху маликул хаққул мубин. Үшіншісі Аллахумма инна наузу бика минал хамми вал хазан, ва наузу бика минал аджзи вал касал, ва наузу бика минал жубни вал бухл, ва наузу бика мин галабати дайни ва қахр риджал. Төртіншісі ол Уақиға сүрелері екен. Алла Тағала баршаларымызды бойымыздағы мұң мұқтаждықтарымызды өтелуін нәсіп етсін, қарызымыздан тез арада дұрыс жолмен құтылуды баршамызға нәсіп етсін иншалла.